Ассалаумағалейкум. Бүгін біз мынандай өте қызықты кубикпен таныс боламыз және құрастырып үйренетін боламыз. Бұл кубиктің аты гир-куб деп аталады. Гир-куб ағылшын тілінен аударғанда механизм, шестерна деп, шестеренчатый дейді, немесе тегершік қазақ тілінде. Яғни гир-куб деп атап кеткен. Бұл гир-кубты Оскар Ван де Бюртен 2009 жылы ойлап тапқан. Ол осы кубикті ойлап тауып, жаңағы шығарған кезде, мына былай бұрап жатырған кезде, мына саусағымыз қыстырылып қалуы мүмкін. Сондықтан да бір жағынан бұны қауіпті кубик деп те атаған. Яғни бұл кубиктің атауы сол 2010 жылдан бері осы гир-куб деп аталып кеткен. Енді құрылымына келсек, құрылымы осы 3×3 рубик текшесіне ұқсайды. Дәл сондай, яғни ұқсамайды, дәл сондай болады. Яғни бұнда мынандай бұрыштары бар, міне. Қабырғалары бар, міне. 2 түстен тұрады, мұнда бұрыштары 3 түстен, орталықтары бар. Яғни дәл осы 3×3 рубик текшесіне элементтер бар. Бірақ 3×3-ті міне бұрған кезде, айналдырған кезде міне осылай айналады. Ал енді бұнда біздер айналдырған кезде орталығы бірге айналады. Міне осылай бірге айналады. Көрдіңіздер. Қазір қалпына келтірейін. Міне осылай. Енді бұл кубикті бұзып, қайтадан жинап көреміз. 3 этаптан тұрады. Бірінші этап, мына бұрыштарды өзінің орындарына қоямыз. Одан кейін екінші этап орталықтарды жинаймыз. Үшінші этап қабырғаларды жинаймыз. Енді бұзайық. Әртүрлі бағытқа бұрап бұза береміз. Енді бір қызығы, бұл кубикті айналдырған кезде, мысалға, мұнда 90 градусқа бұрамыз. Бір қадам деп есептейтін едік. Ал енді мұнда бір қадамымыз, міне жерде 90 градусқа бұрсақ, ары қарай қозғалмай қалады. Яғни сондықтан да 180 градусқа бұруымыз керек. Осылай айтып. Әртүрлі бағытқа бұрып бұзайық. Шатастырайық. Жарайтын болар. Енді құрастырамыз. Құрастырған кезде жаңа айттым, бірінші этап бізде мына бұрыштарды өзінің орындарына қоямыз. Енді бұл кубикте, рубик текшесінде барлық түстер бар да, тек қана ақ түс жоқ. Ақ түстің орнында мына фиолетовый, күлгін түс бар. Ақ түс емес, онда біздер кез келген басқа түстен жинап көрейік. Так, мына бұрышты алайық. Яғни көк, күлгін, қызыл түсті. Дәл осындай қызыл және көк түсі бар бұрышты тауып аламыз. Біздер мына жерде тұр, міне. Оны осының қасына әкелуіміз керек. Яғни мынаны оң жағымызды бұрып, мына жерге әкелеміз, міне. Оңайды. Мына жерде тұрды. Біреу, екеу. Екі айналдырды, яғни 180 градусқа. Міне екі түсті қойып алдық. Енді мына жерге қызыл түсімізді жинаймыз. Яғни мына жердің
жаңағы бергі беті фронт сары болу керек, жоғары қызыл болу керек. Мына жерде тұр екен. Оны да дәл соған әкеліп қоямыз. Міне, сары, қызыл. Біздер бір бетін жинадық. Енді мына жағын жинаған кезде мына жағы автоматты түрде жиналады. Міне, жалпы бұл кубикті құрау оңай. Ұсқыны қорқынышты болып көрінгенмен оңай жиналады. Енді мына жердегі жасыл түстің қасына міне жасыл түсті әкелеміз. Міне, әкелдік. Қалған түстерді өзінің орнына келді. Міне, бұрыштарды жинап болдық біздер. Енді келесі орталықтарды жинауымыз керек. Мысалға, мына жерде біздің орталығымыз өзінің орнында тұр. Мынау қате орналасқан, мынау өзінің орнында. Мынау қате, мынау қате, мынау қате. Енді оны қалай жинаймыз? Міне, келіп тұрған бұрышты қараймыз. Оған қарама қарсы жағын қараймыз. Яғни міне, екеуі келіп тұр. Енді жалпы жаңа айтып өттім, мынау былай бұрылады деп. Яғни мына орталық немесе мына орталық. Міне, ось дейміз ғой, орысша айтқанда. Сол міне екеуі келіп тұрса, яғни мына орталықты бұрамыз. Қашан? Жасыл түсі мына жерге келгенше. Сары түс келді. Жасыл түс келді. Міне, жасыл түс келсе, қалған түстері де келді деген сөз. Міне. Екінші этапта аяқталды. Енді үшінші этап. Үшінші этапта мына жердегі қабырғаларды өзінің орнына қоюымыз керек. Бірінші қарап шығайық. Мысалға, мына қабырға өзінің орнында тұр. Ал мына қабырға дәл сол өзінің орнында тұр. Мынау да солай. Яғни мына орталықта қабырғаларымыз өзінің орнында тұр. Оны осы орталықты бірнеше рет айналдырып өзінің ретімен қойып қоюға болады. Немесе қалғандарын құрастырып болғаннан кейін де қоюға болады. Қазір қойып көрейік біздер. Бірнеше рет айналдырамыз. Міне, сары түсті және көк түсті өзінің орнына қойдық. Енді қалғандарын қарайық. Көк түс пен қызғылт сары түс. Мынау қызыл. Мына жерге бармайды. Яғни ол мына жаққа келеді. Мына түс, мына бір қабырға мына жаққа, мына қабырға мына жаққа бару керек. Яғни екеуінің орны ауысып кеткен. Екеуінің орны ауысқан жағдайда мына осы екеуін жоғарыға ұстаймыз. Оң жағымыз мынау сол жағымыз. Осылай ұстап, оң жағымызды екі рет, біреу 180 градусқа, екеу екі рет және жоғарды сағат тілімен бір рет айналдырамыз. Тағы да соны қайталаймыз. Біреу, екеу және жоғарымызды сағат тілімен. Міне. Яғни өзінің орнына келді. Қалғандарын қараймыз. Мына жерде өзінің орнына келді. Так, мына жерде де өзінің орнында тұр. Міне өзінің орнында тұр. Тек оны айналдырып өзінің орнына қоюымыз керек. Бірнеше рет. Өзі орнына келгенше. Міне, өзінің орнына келді. Міне, достар, біз гиркубты түгелдей құрастырып шықтық. Яғни сол үш этаптан тұрды. Бірінші, бұрыштарды жинадық. Одан кейін орталықтарды жинадық. Одан кейін мына қабырғаларды өз орындарына қойдық. Яғни бұл
гир кубты жинаудағы бір формула ол жаңағы көрсеткен. Қалғанның барлығы интуитивно дейміз. Өзіміз ойлау арқылы қойып шығамыз. Яғни мына формуланы жаттап алсаңыздар болады. Оң, жоғары, оң, жоғары. Міне. Тағы да оң, жоғары. Оң, жоғары. Міне. Енді көбегімізді ортасын айналдыра береміз келгенше. Міне бір формула арқылы қойып шықтық. Мына жағында тағы да бірнеше рет айналдырамыз. Қашан түстері сәйкес келгенше. Болды. Міне көрдіңіздер, ешқандай да қиындығы жоқ. Оңай құрастырылады. Жалпы осы гир кубты қарағанда ең қиын кубик сияқты болып көрінеді. Бірақ та кубиктердің арасындағы ең оңай құрастырылатын кубиктің түрі. Шестерничный деп аталады орысша, немесе ағылшынша гир куб, шестерналы кубик деп айтсақ болады. Бұның да түрлері болады, әртүрлі. Қазір біздер ең оңай түрін құрастырып отырмыз. Тағы да мынандай түрлері болады. Мына жерде жаңағы бұрыш, қабырға, орталық және мына жердегі мына элемент міне бірге қозғалып жатыр ғой. Осы элемент бөлек болады түсі. Онда құрастыру алгоритмі бар. Және бұдан да бөлек тағы да екі түрі бар. Тыңдағандарыңызға, видеоны тамашалағандарыңызға рахмет. Менің осы YouTube каналыма жазылып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Кубиктің түрлерін үйреніп алсаңыз болады. Менің каналыма тіркеліп. Рахмет, тамашалағандарыңыз сау болыңыздар.